Сәлемдер балалар. Бүгінгі тақырыбымыз кейбір бұрыштардың синусының, косинусының және тангенсінің мәндері. Мына жерде теорема 7-4 кез келген сүйір альфа бұрышы үшін синус 90 градус минус альфа тең косинус альфа, ал косинус 90 градус минус альфа тең синус альфа. Яғни біз осыны дәлелдеу керекпіз. Дәлелдеу үшін біз мына суретке қарайық. Бұл суретте бізде ABC үшбұрышы беріліп тұр. А төбесіндегі бұрыш, сүйірі бұрышы альфа болып келген. Тікбұрышты үшбұрыш болсын. Бұл тікбұрышты үшбұрыш болғасын, мұнда С бұрышы тікбұрыш. Мына жер альфа, яғни мына жер біз білеміз үшбұрыштың бүкіл бұрыштарын қосқан кезде бізде 180 градус береді, дұрыс па? 180 градустан біз дейтін 90 градусты алып тастаймыз, бізде қалады 90 градус. Ендігі сол қалған 90 градустан альфаны алып тастасақ, бізде мына бұрыш шыға салады. Түсінікті ғой, қалай 90 минус альфа шығып тұрған мына жерде. Яғни сонда мына Б бұрышының сүйір бұрышының төбесі, Б бұрышының төбесі 90 минус альфаға тең болады. Енді біз білеміз синус альфа бізде тең BC бөлінген AB. Косинус альфа жазып қойық. Косинус альфа бізде тең. Синус альфа болған кезде бізде дейтін, мына синус альфа болған кезде бізде қарсы жатқан, яғни қарама қарсы жатқан катет гипотенузаға бөлінеді, дұрыс па? Яғни BC бөлінеді AB. Ал косинус альфа болған кезде біз дейтін іргелес жатқан катетті аламыз да гипотенузаға бөлеміз, яғни AC бөлінген AB. Енді менде сұрақ. Мынау жерде бізде 90 минус альфа бұрыш, дұрыс па? Ал енді осының синусын тауып көрсек қалай болады? Синус 90 минус альфа. Бүгін шыққанын сатып аламын деп едім. Мұнда Польшада дейтін кішкене не? Біздегі емес, бізде барасынан сразу сатып аласың, мұнда бірінші күн келеді дейді. Үлкен дүкен, соның өзінде наличие жоқ. Сол бірінші күнге дейін күту керек енді. 2-3 күндей. AC бөлінген AB. AC бөлінген AB. Яғни бізде синус, мына бұрыштың синусы бізде дейтін қарама қарсы жатқан катет AC бөлеміз гипотенузаға. Енді осы жерден косинус 90 градус минус альфаны табайық. Косинус 90 градус минус альфа тең
Қалай деп ойлайсыздар? Косинус 90 минус альфа неге тең? Біз айттық синус альфа тең қарама қарсы жатқан катет бөлінген гипотенуза, да? Ал косинус болса, ол бұл бұрышқа іргелес жатқан катет бөлінген гипотенуза. Яғни BC бөлінген AB. Ары қарай кеттік. Енді мына жерде қараңыздар. Бізде синус альфа тең BC бөлінген AB, ал косинус альфа тең AC бөлінген AB. Ал синус 90 минус альфада керісінше тең AC бөлінген AB, косинустікіндей, дұрыс па? Егер де мына жерде де AC бөлінген AB болса, мына жерде де AC бөлінген AB болса, онда бізде синус 90 минус альфа неге тең? Синус 90 минус альфа бізде косинус альфаға тең, да? Және соны жазайық. Синус 90 минус альфа тең косинус альфа. Ал енді мына жерде біз қарайтын болсақ, косинус 90 градус минус альфа тең бізде BC бөлінген AB. Ал синус альфа бізде тең BC бөлінген AB. Яғни мында да бізде BC бөлінген AB. Сонда 90 градус, косинус 90 градус минус альфа тең синус альфа, дұрыс па? Осымен бізде теорема дәлелденді. Дұрыс па? Мына жерде бізде бүйтіп тұр. Кез келген сүйір альфа бұрышы үшін синус 90 градус минус альфа тең косинус альфа, косинус 90 градус минус альфа тең синус альфа. Біз мына жерде соны байқадық, тең екен. Енді балалар 45 градустың синусын, косинусын және тангенсін табайық. Ол үшін біз сүйір бұрышы 45 градусқа тең болып келген тікбұрышты үшбұрыш салайық. Мына жерде міне 161-ші суретте ABC тікбұрышты үшбұрыш. Енді сұрақ, тікбұрышты үшбұрыштың бүкіл бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең. Біз 180-нен 90 градусты алып тастаймыз. Сонда бізде мына жерде біз білеміз, А бұрышы 45 градус екен. 90 градустан 180-нен 90 алып тастағанда 90 градус қалады. Мына екі бұрыштың қосындысы. Содан бізге белгілі 45 градус, 90-нан 45 алып тастаймыз. 90 градустан, енді бізде қалған 90 градус қой, содан 45 градусты алып тастаймыз. Сонда мына жер неше градус, қалай деп ойлайсыздар? Мына жерде бізде 45 градус, бұл жер 45 градус болғандықтан бұл тең бүйірлі үшбұрыш. Дұрыс па? Үшбұрыштың катеттерін аға тең болсын. Енді Пифагор теоремасы бойынша бізде мына катет А, гипотенузасын табамыз. Гипотенузасы бізде АБ неге тең? АБ бізде тең түбір астында А квадрат қосылған А квадрат, да?
а квадрат қосылған а квадрат. Сонда бізде екі түбір астында а болады, да? А түбір астында 2 болады. А түбір астында 2. Яғни а квадрат қосқанда 2а квадрат болады. А квадраттың өзі түбірдің астынан шығып кетеді, 2 қалады. Яғни аб бізде тең а түбір асты 2. Енді мына жерде біздің мақсатымыз 45 градустық бұрыштың синусын, косинусын және тангенсін табу, да? Кәнекей тауып көрейік. Синус қырық бес градус тең біз бұрыштың синусын табу үшін біз не істейміз? Қарама-қарсы жатқан катетті бөлеміз гипотенузаға. Қарама-қарсы жатқан катет бізде аға тең, ал гипотенузамыз аб бізде тең а түбір астында 2. Яғни біз аны бөлеміз а түбір астында 2-ге. Сонда бізде а мен а не істейді? Қысқарып кетеді. Бізде қалады. Мына бөлімде иррационалдықтан құтыламыз. Сол кезде бізде болады. Бізде болады 2 болады бөлімінде, алымда түбір астында 2 болады, да? Яғни алымдықта бөлімдікте біз деген түбір астында 2-ге көбейтеміз. Енді арғарай кеттік. Синусын таптық, енді косинусын табайық. Неше етен екен косинустың 45 градусы, қалай деп білесіңдер? Яғни мына жерде біз не істейміз? Біз іргелес жатқан катетті бөлеміз гипотенузаға. Іргелес жатқан катетіміз бізде неше етен? Болды, бізде аға тең, да? Бөлеміз гипотенузаға. Дәл осындай болып шығады. Түбір астында 2 тең түбір астында 2 бөлінген 2. Енді біздің мақсатымыз тангенсті табу. 45 градус. Ол тең. Тангенс неге тең? Біз білеміз, тангенс ол дейтін синус бөлінген косинусқа тең, да? Яғни тангенстің 45 градусын табу үшін біз не істейміз? Біз синус 45 градустың мәнін бөлеміз косинус 45 градустың мәніне. Яғни түбір астына 2 бөлінген 2 бөлсек түбір астына 2 бөлінген 2-ге, онда бізде 1 болады, Немесе мына жерде біз дейтін бұрыш арқылы шығуымызға болады. Біз дейтін қарама-қарсы катет, синус деп тұр ғой, да? Қарама-қарсы катет бөлінген іргелес катетке, яғни а бөлінген аға жасауға болады. Сол кезде бізде 1 болады. 30 градустық бұрыштың синусын, косинусын және тангенсін табайық. Тең қабырғалы АБЦ үшбұрышын аламыз. Міне 162-ші суретте. Оның АД медианысын жүргіземіз. Ал бұл тең қабырғалы үшбұрыш боласын, білесіздер, медианысы ол бисектрисада болып келеді, ол биіктікте болып келеді, Биіктік болса, мына жер бізде 90 градус. Сондықтан АБД үшбұрышы АБД
А төбесіндегі сүйір бұрышы бізде 30 градус. Неге 30 градус? Себебі мынау тең бүйірлі тең қабырғалы үшбұрыш болғандықтан, бүкіл қабырғалары бір-біріне тең болғандықтан, бізде бүкіл бұрыштары да бір-біріне тең, да? Білесіңдер ғой, тең қабырғалы үшбұрыштың. Бүкіл бұрыштары бізде 60 градусқа тең. Неге? Себебі біз айттық қой, үшбұрыштың бүкіл бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең, ал 180-ді біз үш бірдей бұрышқа бөлетін болсақ, ол бізге 180-ді үшке бөлгенде 60 береді. Мына жерде 60, мына жерде де 60, мына жерде де 60. Сонда мына жерде біз айтып тұрмыз, ады ол медиана және бисектриса және биіктік. Яғни бисектриса болса, ол мына 60 градусты екіге бөледі, иә? Мына жер 30 градус, мына жерде бізде 30 градус. Тең қабырғалы үшбұрыштың қабырғасы болсын. А деп алайық. Мына жерде А бізде, мына жерде А, мына жерде А. Қабырғасы Аға тең. Сонда Б-ді бізде, ол дейтін бізде медиана болып келетін болса, А-да, онда Б-ді бізде А бөлінген екіге тең. Дұрыс па? Енді осы жерден А-дыны тауып алайық. Яғни біздің медианымызды тауып алайық. Неге тең А-ды? Қалай табамыз біз А-дыны? А-дыны біз мына үшбұрышты қарастырамыз, АБ-ді үшбұрышын. Бұл мына жерде бұл катет болып келіп тұр. Сондықтан біз гипотенузаны АБ-ны квадраттан алып тастаймыз Б-дің квадратынан. Тең болады. Түбір астында АБ деген бізде Аға тең. Б-ді бізде А бөлінген екіге тең. Мына жерде бізде А квадрат бөлінген 4 болады, ортақ бөлім табамыз, да? 4А квадрат минус А квадрат бізде 3А квадрат бөлінген 2 береді. Соның А-ны квадрат болып тұрғасын біз түбір астынан шығарып жіберейік, 3 қалсын. Сосын мына жерде бөлімінде 4 болады, 4-ті түбір астынан шығарғанда бізде 2 болады, иә? А түбір астына 3 бөлінген 2 болады. Ары қарай кеттік. Енді синус, осы біз 30 градус бар ғой, соның синусын табайық. Мына жерде бұрыш тұр ғой, бізде 30 градус деп, соның синусын табайық. 30 градус тең. Біз бұрыштың синусын табу үшін біз қарама-қарсы жатқан катетті бөлеміз гипотенузаға. Қарама-қарсы жатқан катет бізде Б-ді. Б-ді деген ол А бөлінген 2, да? А бөлінген 2. Соны біз бөлеміз Аға. Біздің бөлуіміз көбейту болып кетеді, А дейтін қайда кетеді? Бөліміне кетіп қалады. Сонда А мен А қысқарып кетеді, бізде 2-ден 1 шығады. Енді косинус 30 градус табайық.
Косинус 30 градус бізде тең. Косинусты табу үшін бұрыштың біз іргелес жатқан катетті бөлеміз гипотенузаға. Іргелес жатқан катетіміз ады бізде тең а түбір астында 3 бөлінген 2-ке. А түбір астында 3 бөлеміз 2-ге. Және соны біз бөлеміз гипотенузаға бөлеміз. Абыға. Абымыз бізде аға тең. Мына жерде де а дейді бөліміне кетіп қалады. Бөлу белгісі көбейту белгісіне айналады. Сол кезде а мен а қысқарып кетеді. Бізде түбір астына 3 бөлінген 2 қалады. Түбір астына 3 бөлінген 2. Ары қарай кеттік. Енді тангенсті табайық. Тангенс 30 градус. Тангенс 30 градус тең. Біз синус 30 градусты косинус 30 градусқа бөлімізге болады. Сол кезде бізде 2-ден 1-ді бөлеміз. 2-ден түбір асты 3-ке. Сонда бізге не береді? 2-ден 1-ді біз бөлеміз. 2 түбір астына 3-ке. Тең болады. Мына жерде алым мен бөлімі орындарына ауысып, мына жер көбейтуге кетеді. Сол кезде 2 мен 2 қысқарып кетеді. Бізде не қалады? Түбір астына 3-тен 1 қалады. Бірақ түбір астына 3 бөлімде тұрғасын біз иррационалдықтан құтыламыз. Сондықтан бізде бөлімде иррационалдық сан болмағаны жөн. Сонда бізде түбір астына 3 бөлінген 3 болады. Так, енді мына жерде ары қарай айтып кетейік. Біз осының алдында біз 30 градусты таптық. Енді 60 градусты табайық. Сұрақ, біз 60 градусты қалай табамыз? Біз білеміз синус альфа, синус альфа тең бізде косинус тоқсан градус минус альфа. Яғни, басқаша айтқанда, біз мына жерге біздің мақсатымыз синус 60 градус табу ғой. Синус 60 градус. Былай жазайын. Синус 60 градус. Тең косинус 90 минус 60. Косинус 90 минус 60. Альфамыз 60 градус қой бізде. 90 градус минус 60 градус. Сонда бізге ол не береді? Бізге ол косинус 30 градус береді. Бізге бұл косинус 30 градус береді. Косинус 30 градус. Сонда косинус 30 градус бізде неге тең? Косинус 30 градус бізде
түбір астында 3 бөлінген 2-ге тең. Косинус 30 градус бізде түбір астында 3. Түбір астында 3 бөлінген 2-ге. Дәл осылай біз косинус 60 градус табайық. Косинус 60 градус бізде тең. Біз қай жерде жаздық? Міне. Косинус 60 градус бізде тең синус 90 минус альфаға тең. Тең синус 90 минус альфаға. Синус 90 градус минус альфа. Косинус 60 градус тең синус 90 минус 60 градус, сонда синус 30 градус, да? Мына жерде болады. Синус 30 градус тең. Синус 30 градусымыз бізде неге тең? Синус 30 градус бізде 2-ден 1-ге тең. 2-ден 1. 2-ден 1-ге тең. Ары қарай кеттік, тангенс 60 градус табайық. Градус тең. Синус 60 градусты біз косинус 60 градусқа бөлеміз. Синус 60 градусты біз косинус 60 градусқа бөлеміз. Косинус 60 градусқа бөлеміз. Сол кезде бізде болады синус 60 градус бізде түбір астына 3 бөлінген 2. Соны біз бөлеміз. Екіден 1-ге. Неге? Себебі косинус 60 градус бізде 2-ден 1-ге тең. Тең болады 2-ден түбір астында 3 көбейтілген 2 болады. 2 мен 2 қысқарып кетеді. Бізде түбір астында 3 қалады. Жауабымыз. Сонымен біз дейтін синус, косинус, тангенс 60 градусты таптық. Оның алдында біз дейтін синус, косинус, тангенс 30 градусты таптық. Және оның алдында біз синус, косинус, тангенс 45 градусты таптық. Балалар, бүгінгі өтетін екінші тақырыбымыз бұрыш артқанда синустың, косинустың және тангенстің өзгеруі. Мына жерде бізде теорема 7-де 5 беріліп тұр. Сүйір бұрыш артқанда синус альфа және тангенс альфа артады, ал косинус альфа кемейді. Осыны дәлелдейік. Бізде альфа және бета бұрыштары, сүйір бұрыштар бұрыштары болып, альфа бетаға қарағанда кіші болсын. Және альфа мен бета бұрыштары АБ түйінде жатсын. Б нүктесі арқылы АБ-ға перпендикуляр жүргіземіз. Мынау перпендикуляр. Және осы перпендикуляр жүргізгенде мына альфадан шыққан түзеуді, альфаны біз бекіттік қой, альфаны бір бұрышты алдық та, сонымен сосын шыққан түзеуді С нүктесімен белгілейікті, а бетаны Д нүктесімен қиып өтетіндей қылдырып, осы перпендикулярды солай 2 нүкте салайық, С мен Д. Альфа бетадан кіші болғандықтан С нүктесі ол Б мен Д-ның ортасында жатады. Сондықтан BC бізде
кіші б-ға қарағанда. Егерде бізде б-ц кіші болса б-ға қарағанда, көлбеудің қасиеті бойынша біз білеміз ғой, көлбеу жүреді және көлбеудің проекциясы жүреді. Егерде б-ц бізде дейтін кіші болса б-ға қарағанда, онда бізде АЦ, яғни осы проекцияның көлбеуі АЦ, ол да кіші АД-ға қарағанда. Енді бізде косинус альфаны тапсақ, косинус альфа бізде тең осы альфа бұрышын табатын болсақ, біз қарама-қарсы косинус қой. Косинус альфа болса, бізде іргелес жатқан катетті, бізде тік бұрыш мына жерде, іргелес жатқан катетті гипотенузаға бөлеміз, да? Яғни біз АБ-ны бөлеміз АЦ-ға. АБ-ны бөлеміз АЦ-ға. Ал енді косинус бетті табылатын болсақ, косинус бетті іргелес жатқан катетті біз бөлеміз гипотенузаға, яғни АБ-ны біз бөлеміз АД-ға, да? АД-ға. Енді бұлай болатын болса, бізде косинус альфада біз АБ-ны бөлдік АЦ-ға, а косинус бетті біз АБ-ны бөлдік АД-ға. Мына жерде енді косинус альфа үлкен бола ма, әлде косинус бетті үлкен бола ма? Яғни біздің бұрышымыз үлкейді, да? Альфадан беттіға үлкейді. Ал біздің АБ-ны бөліп атырғанымыз, мына жерде алымында АБ, мына жерде алымында АБ, біз бөліп атырмыз. АЦ кішілеу болды, ал мына жерде АД үлкендеу. Үлкендеу санға бөлген сайын бізде не болады? Үлкендеу санға бөлген сайын біздің шығатын түкетеріміз тең боладымыз кішілеу болады, да? Сонда бізде мына жерде бұрыш артқанымен, мына альфа беттіге айналғанымен, яғни үлкейгенімен альфаның онан шыққан сан керісінше кемейді. Түсінікті ғой, Ал енді синусты табайық. Түсінікті ғой, да, балдар? Жаңа біз айттық қой, мына жерде біз естерінде ме, біз айттық жаңа не бойынша АЦ бізде кіші АД-ға қарағанда дедік. АЦ бізде кіші АД-ға қарағанда. Сұрақ неге? Себебі БЦ бізде кіші БД-ға қарағанда. Неге себебі? С бізде дейтін Б мен Д-ның ортасында жатыр. Түсіністір ма? Яғни БЦ бізде БД-дан кіші болғандықтан, неге себебі С нүктесі Б мен Д-ның екі нүктенің Б мен Д нүктесінің ортасына жатқандықтан БЦ кіші БД-ға қарағанда. Егерде БЦ кіші болса БД-ға қарағанда, онда олар дейтін мына келбеулердің проекциялары болғандықтан, АЦ келбеуінің проекциясы БЦ болғандықтан, АД келбеуінің проекциясы БД болғандықтан, бізде дейтін АЦ кіші
A-ға қарағанда. Себебі B-ці бізде кіші B-ға қарағанда. Түсінікті ғой, сондықтан бізде косинус альфамыз, мына кішкентай бұрыш үлкейгенде, B-ті болып кеткенде, ол керісінше азайды. Неге? Себебі бөлімі үлкейді. Бөлімі үлкейген сайын, мысалы, сендер 6-ны 3-ке бөліп жатсыңдар және 2-ке бөліп жатсыңдар дейді. Сендер 6-ны 3-ке бөлгенде, мысалы, мына жерде да біз атысы кішілеу ғой да, мысалы 2 дейік. 6-ны 2-ке бөлгенде бізде 3 болады, дұрыс па? Ал 6-ны 3-ке бөлгенде бізде 2 болады. Көрдіңдер ме? Кеміп кетті. 6-ны 3-ке бөлгенде бізде 2 болса, қалып кетті, тоқтаңыз. 6-ны 2-ке бөлгенде бізде 3 болса, мына жерде 3 біріншісінде, да? А содан кейін 6-ны 3-ке бөлгенде, одан кішкене үлкендеу санға бөлгенде, А-ды үлкендеу, А-ға қарағанда. Мына жерде уже 2 болады. 3 куб па, 2 куб па? Әрине 3 куб, да? Сондықтан көптеу. Яғни сондықтан бізде дейтін бұрыш артқан сайын косинустың мәні керісінше кемейді. Енді синусты қарастайық. Синус альфа бізде тең, неге тең бізде формула бойынша косинус арқылы жасайтын болсақ, 1 минус косинус квадрат альфаға тең, дұрыс па? Енді сұрақ, косинус квадрат альфаға тең болса, бізде косинус альфа дейтін мағынасы альфа бұрыш артқан сайын кемейтін болса, мынау азаятын болса, онда 1-ді алып тастасақ, мысалы 1-ді біз дейтін 1-ден 5 алайық және 3 алайық. 1-ден 5 алсақ бізде 5 болады да, а ол кеміген кезде 1-ден 3 алсақ, ол керісінше 7 болады. 1-ден 3 алған, дұрыс па? Сонда 5 көп па, әлде 7 көп па? Әрине 7 көптеу, да? Сонда мына косинус кемеген сайын синус артады. Түсінікті ғой, синус сонда артып тұр, косинус кеміп тұр, басқаша айтқанда. Енді тангенсті көрейік. Қалай тангенс өзін ұстайды екен? Бізде тангенс альфамыз неге тең? Тангенс альфамыз бізде синус альфа бөлінген косинус альфаға тең, дұрыс па? Синус альфа бөлінген косинус альфаға тең. Яғни бізде бұрыш үлкейген артқан сайын бізде косинус кішірей береді, ал синус керісінше үлкейе береді. Сонда олай болатын болса, онда косинус артқан сайын мына жер кішірейеді ғой. Кішірейген сайын бұл тангенстің мағынасы көбейе береді. Және синусты да бұрыш артқан сайын керісінше біз айттық, ол көбейе береді. Сонда тангенс, сонда не істейді? Ол да артады, да? Көбейеді. Нәру несін алып тастайық, онда тең боладысын. Онда тангенс бізде артады. Неге артатын түсінікті ғой да? Косинус альфа, ол альфа үлкейетін болса, беттіға косинусты мағынасы азаяды. Мағынасы азайған сайын, мына жерден шыққан сан, сен кішілеу санға бөлген сайын, сенің сол бөлгеннен кейін шыққан сан, ол дейтін көбейе береді, жоғары қарай жүре береді. Синус альфаның өзі де қасиеті солай. Синус альфаның бұрышы артқан сайын, бетті болған сайын, оның мағынасы арта береді. Сондықтан тангенстің мына жақта да мағынасы артады. Яғни тангенстің мына жерде мағынасы артады. Түсінікті ғой, Ал балалар, есеп шығарайық. 65-ші есеп. Мында бедеп тұр. Мына деректер бойынша альфа бұрышын салыңдар дейді. Бізде бедеп тұр. Косинус альфа тең
7'den 4. Косинус альфа тең 7'den 4 деп тұр. Осыны саласыңдар, сурет қылып саласыңдар. Яғни мына жерде бізде дейтін 7 дейтін ол гипотенуза, да? Үшбұрышты. Тікбұрышты үшбұрыш. 7 ол гипотенуза. 7-ні гипотенуза саласыңдар. 4-ті ол дейтін альфаны іргелес косинус боласын, іргелес жатқан катет біз гипотенузаға бөлеміз, да? Косинус альфаны табу үшін. Дәл осылай, сосын ана дәптерде 4 тор немесе 8 торды алып, мына жерде 14 сантиметрға алып, мысалды сөйтіп салыңдар, жарай ма? Жай ғана саласыңдар. Оңай есеп болғасын, тек біріншісін шығарып жатырмын. Анда бізде екіншісі бар, үшіншісі бар, төртіншісі бар, бесіншісі бар. Тангенсті де дәл солай 0,7 дейді. Мысалы 0,7 ол 10-нан 7, да? Ол бөлімі тангенстікі ол косинус, да? Мысалы тангенс мысалы бедеп тұр ғой. Бұл бесіншісі. Жаңағы 65-тің бесіншісі тангенс альфа тең 10-нан 7 деп тұр, я? 0,7 деп тұр, 0,7 деген ол 10-нан 7. Яғни тангенс альфаны табу үшін біз не істейміз? Бөлімі бізде қарама-қарсы, біз тангенс альфаны табу үшін қарама-қарсы жатқан катетті біз іргелес жатқан катетке бөлеміз. Яғни бұлай беретін болса, онда сіздерде екі катет белгілі, да? Ол қарама-қарсы жатқан катет және іргелес жатқан катет белгілі. Сондай қылып саласыңдар да, мысалы, мына жерге 7 тікбұрышты үшбұрыш, мына жерге 7 қылып саласыздар, мына жерге 10, мына жер альфа бұрыштарын және гипотенузаны тек қоса саласыңдар болды. Яғни бұл есеп сендер жаңағы түсіну үшін. Косинус деген қайдан шыққан зат, тангенс деген қайдан шыққан зат. Так, сонымен 65-ші есептің тек біріншісін көрсетіп жатырмын, қалған өзден шығарасыңдар үйде, жарай ма? Арғарай кеттік, келесі есеп 72-ші есеп, мұнда да тек біріншісін көрсетіп жүрмін, қалғаны үйден шығарасыңдар, я? Қиын емес. Мына жерде қараңдар, бізде оның алдында біз айттық, бізде косинусты қарастырдық, синусты қарастырдық, және бізде дейтін тангенсті қарастырдық. Косинустың бұрышы үлкен болған сайын, оның косинустың өзінің мағынасы кішірейеді, кемейді дедік, да? Синус пен тангенсте бұрышы үлкейген сайын, синус пен тангенстің өздерінің мағыналары шығатын мағыналары көптеу болады. Дәл солай мына жерде бізде синус альфа 3-тен 1, синус бетті 4-тен 1. Енді сұрақ, синус альфа 3-тен 1 болатын болса, қайсысы мына үлкен ба? Қазір санның мына функцияның синустың өзін айтамыз, е? Синус альфа үлкен ба, әлде синус бетті үлкен ба? Бірінші бұрыштардың үлкен кішісі емес, именно синустың өзінің үлкенді кішілігін айтайық. Мына синустың өзіне келетін болсақ, 3-тен 1 ол көптеу, да, 4-тен 1-ге қарағанда. Себебі 4-тен 1 ол 0,125, да? Просто мына жерде наглядно примерде көруіну үшін де 0,125, да? 0-ден кейін мына жерде 2 тұр. А мынау 0,133 береді, да? Просто былай грубы көзмен қарасын, да? Яғни сендер мысалы бір қиын мысал болып жатса, мына жерде жазаламыз ғой біз. Сендер қиын мысал болып жатса, мысалы, мына жерде сендер қараңдар, қайсының бөлімі кішілеу, сол сан үлкендеу болады. Тағы да бір айтайын, қай мысалы 2 бөлшек, мында 3-тен 1, мына жерде 4-тен 1 беріп тұр, да? Бұлардан қайсының жаңағы санның өзі үлкен болып шығады? Бөлімі кішілеу қайсыныкі, соның саны үлкендеу болып шығады. Яғни 1-ді 3-ке бөлгенде ол үлкендеу болады. 1-ді 4-ке бөлгенде қарағанда. Енді мына бұрыштың синуске емес, именно бұрыштың нақты бұрыштың өзіне келетін болсақ, біз айттық та мына жерде. Біз айттық мына жерде синус деген бұрышы үлкейген сайын, да? Бұрышы ұлғайған сайын синустың мына жерде бұрышы ұлғайған сайын
синустың өзінің мағынасы ұлғая береді. Яғни синустың мағынасы ұлғайған сайын, басқаша айтатын болсақ, онда бұрыштың өзі де ұлғая береді да, кеммейді. Сонда мына жерде қай бұрыш үлкендеу? Қайсының синустың синустың өзі қайсысы үлкендеу, сонысында сол бұрыш үлкендеу болады. Яғни мына жерде бізде синус альфа үлкендеу 0,33 да, сондықтан бізде альфа үлкендеу беттаға қарағанда. Ой, керісінше. Үлкендеу беттаға қарағанда. Түсінікті ғой? Дәл осылайша жазасыңдар үй жұмысында. Екіншіде дәл осылай жазасыңдар. Үштіде, сосын мына жерде алтыншысы, бесіншісі бізде тангенстер. Тангенстерде дәл солай синус сияқты да, оның синустың өзінің несі көптеу болса, өссе, бұрышы да өседі дедік қой, тангенсте де дәл солай. Тангенсте мағынасы көптеу болған сайын, бұрышының да мағынасы көптеу бола береді. Келесі есеп, балдар шығаратынымыз 67-ші есеп. Онда бедеп тұр. Тең қабырғалы үшбұрыштың қабырғасы аға тең. Яғни мына қабырғалардың барлығы бір-біріне тең, я? Және ол аға тең. Осы үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусын және онан сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңдар дейді. Ал осы радиусын табайық. Біз 7-ші сыныптың материалы бойынша біз білеміз да. Мысалы бізде үшбұрыш берілсе, үшбұрыштың бір бұрышы мысалы бізде 30 градусқа тең болсам, 7-ші сыныпты соң кәдімгідей тақырыбы бар өзінің. 30 градусқа тең болатын болса, онда мына қарама-қарсы жатқан, және бұл үшбұрыш міндетті түрде тікбұрыш болу керек. Қарама-қарсы жатқан катеті гипотенузаның екі гипотенуза болады. Мысалы, қарама-қарсы жатқан катет А болатын болса, мына жер 2А болады. Түсінікті ғой, иә? Сұрақ неге? Оны қалай дәлелдеуге болады? Но неге 2А-ға тең? Мысалы, жаңа біз тең қабырғалы үшбұрыш салдық та, мысалы, АБЦ үшбұрышын. Осы АБЦ үшбұрышында бізде дейтін мына бұрышы 30 градусқа тең болды, естеріңде ма? Сонда біз айттық, бұл тең қабырғалы болғандықтан мына жер А-ға тең, да? Ал Б-ді біз айттық А бөлінген 2-ге тең дедік, да? Так, А бөлінген 2-ге тең дедік Б-ді. А бөлінген 2. Яғни мына жерде дейтін, бізде дейтін, тіпті мына жерден де көрініп тұр да, мына жер 60 градус болатын болса, неге себебі мына жер бізде тікбұрыш қой, ал мына жер бізде 30 градус. Мына жер бүкіл бұрыштардың қосындысы бізде 180 градус. 180 градустан 90 градус алып тастаймыз, бізде 90 градус қалады, 90 градустан 30 градус алып тастаймыз, бізде 60 градус қалады да, мына жер, яғни 60 градусқа тең. Бұл жер 60 градусқа тең болатын болса, онда бізге ол нені білдіреді? Бұл дейтін тең қабырғалы үшбұрыштың жартысы екенін білдіреді. Басқаша айтқанда, мына жерде біз былай жасауымызға болады. Біз былай жасауымызға болады. Мынаны алып, үлкейтіп жіберуімізге болады былай. Сосын мынаны да алып, мына жерден былай үшбұрышты сызып тастауға болады, да? Үшбұрышты былай етіп, міне мынау осының жартысы болады да.
дұрыс түспей тұр. Тікбұрыш болып түсу керек. Компьютер тыңдамай тұр что-то. Осылай жасап жүрейік. Міне мына жерден көрдіңіздер ма? Мынау қарап тұрғанда мынау үшбұрыш болды ғой бізде. Бұл дейтін тік тең қабырғалы үшбұрыштың жартысы екен. Түсінікті ғой, иә? Тағы да бір рет айтамын, 7-ші сыныпта оның несі бар, дәлелдегені бар. Бірақ мен сендерге сонда да өзім дәлелдеп беріп тұрмын. Жаңағы бұл дейтін тең қабырғалы үшбұрыштың жартысы болады. Ол жартысы болады. Неге себебі мына жер 30 градус болса, ол бисектриса болып кетеді. Мына жерде де бізде 30 градус болады. Мына жерде де бізде 30 градус болады. Яғни мына жер сонда бізде 60 градус болады. Тұтасымен алғанда. Тұтасымен 60 градус болатын болса, ол мына жер 60 градус, да? Міне мына жер 60 градус, мына жер 60 градус. Яғни ол мына жерде 60 градус болады. Ол барлық жер 60 градус болатын болса, онда ол тең қабырғалы үшбұрыш. Енді дәлелдедік. Енді мына жерде мына үшбұрышты алатын болсақ, тең қабырғалы үшбұрыш қой. Сон жартысын алатын болсақ, жаңағы ана суреттегі көрініп тұрғандай, мына жер 30 градус бізде, да? 30 градус мына жер. Мына жер бізде 60 градус, былай тұтасымен алатын болсақ. Мына 60 градус. Жаңағы суреттегідей. Енді мына біз білеміз, неден іштей сызылған шеңбердің радиусы, ол дейтін мына жоғардан тең қабырғалы болғасын, жоғардан өткен медиана, бисектриса, биіктік бәрі бір сызық болады, да? Сондықтан ол дейтін бізде түскен кезде тікбұрыш болып түседі. Тікбұрыш болып түсетін болса, осы екі тікбұрыш болып түсетін екі биіктіктің қиылысы бізге жаңағы іштей сызылған және сырттай сызылған шеңбердің радиустарының ортасы болып келеді. Тағы бір рет айтып жіберейін. Мына жерде сырттай сызылған және іштей сызылған шеңбердің орта нүктесі бір нүкте болып тұр. Неге? Себебі бізде тең қабырғалы үшбұрыш. Яғни бүкіл қабырғалары тең. Егер де бұл басқаша болатын болса, үшбұрыш, тік үшбұрыш болатын болса, қабырғалардың барлығы әртүрлі болатын болса, мына нүкте сырттай сызылған шеңбердің және іштей сызылған шеңбердің орта нүктесі бір жерде болмайды. Енді мына суретті қарап жүрейік. Мына суретті қарап жүрсек, бізде тең бүйірлі үшбұрыш. Бізде дейтін айттық қой, тең бүйірлі болғандықтан бұл медиана, бисектриса және биіктік бір сызық болып келеді, иә? Бір сызық болып келген кезде мына жерде медиана болғасын, мына қабырғасы екіге бөлінеді. Мына суретте көріп тұрсыңдар ғой, иә? Барлық жерде екіге бөлініп кетіп тұр, бірдей бөлікке. Сосын мына жерде айта кетейін, іштей сызылған шеңбер, ол екі бисектрисаның қиылысы, мына орта нүктесі бар ғой, мына іштей сызылған шеңбердің орта нүктесі, мысалы, бізде тең бүйірлі емес, тең қабырғалы емес, мүлдем басқаша әртүрлі қабырғалы үшбұрыш болатын болса, оның мына іштей сызылған шеңбердің орта нүктесін қалай табамыз? Біз мынаяқтан және мынаяқтан екі жерден бисектриса түсіреміз де, бисектриса дейтін мына екі бұрышын тең қылып бөлетін сызық. Сол екеуінің қиылысы сол іштей сызылған шеңбердің орта нүктесі болады. Ал сырттай сызылған шеңбердің орта нүктесі, ол дейтін мына әр қабырғаның ортасына түсірілген перпендикуляр, мына жерден ортасына, қабырғаның қақ ортасына бөлесіңдер де, сол нүктеден перпендикуляр жүргізесіз мына жерге дейін. Сосын соны екеуінің қиылысы, мынanda да сөйтіп жасайсыңдар, сол екеуінің қиылысы сол мына сырттай сызылған шеңбердің орта нүктесі болады. Түсінікті ғой, иә? Оны біз айттық, оның алдында өттік. Сонда да мен айтып жіберейін деп ойлап тұрмын. Сосын енді біздің мақсатымыз қазір дәлелдеу. Дәлелдегенде біздің мақсатымыз қазір іштей сызылған шеңбердің, мына шеңбердің радиусын және сырттай сызылған шеңбердің радиусын табу. Енді сұрақ біз қалай табамыз?
бізде тең қабырғалы болғасын, бізде беріліп тұр 67-де қабырғасы аға тең деп та. Егер де қабырғасы аға тең болса, CE бізде неге тең? Біз жаңа мына жерде есептедік. Мына жерде ол бізде AD болды да. А турасына 3 бөлінген 2-ке тең. Яғни мына CE да бізде тең CE бізде тең А турасында 3 бөлінген 2. Бөлінген 2. Біз оны білдік нешеге тең екенін. Енді сендер байқап тұрсыңдар, біздің үшбұрышымыз тең берілі үшбұрыш болғандықтан, мына жер бізде үлкен радиус, мына жер бізде кіші радиус. Көріп тұрсыңдар ма? Яғни мына орта сызыққа дейін бізде үлкен радиус жоғарыдан, ал мына жерден орта сызықтан аяғына дейін ол кіші радиус. Енді мына суретте бізде жақсы көрініп тұр да? Міне үлкен радиус, кіші радиус. Осы үшбұрышты қарастырайық. Осы үшбұрышты қарастыратын болсақ, мына жер неше градус, қалай деп ойлайсыздар? Я, мына жер 30 градус. Неге? Себебі біз айттық қой да, тең қабырғалы үшбұрышта мына сызық ол дейтін медианада болып келеді, ол бисектриса, ол биіктікте болып келеді. Яғни бисектриса болса, ол мына бұрышты бірдей бөлікке бөледі. Бірдей бөлігіміз ол 30 градус да. Ал біз оның алдында мен айтып кеттім, 30 градусқа қарама-қарсы жатқан катет, ол гипотенузаның жартысын екеуіне тең. Яғни мына R үлкен ол 2R кішкентай R-ге тең. Басқаша айтқанда. Мына жерден. Түсінікті ғой, енді олай болатын болсам, онда мына жерде мына CE дейтін, мына R үлкен, R кішкентай. R үлкен 2R-ге тең болатын болса, онда мына жерде 2R кішкентайға тең болатын болса, онда мына жерде 1 кішкентай R, екінші кішкентай R, үшінші кішкентай R. Яғни CE ол кезде онда мына жерде CE бізде тең R үлкен плюс R кіші. Дұрыс па? R үлкен бізде тең 2R кіші. 2R кіші. Сосын мынаны қосамыз өзінің плюс R-ді. Сонда бізде 3R болады да. Егер де бізде CE тең 3R болса, ал мына жерде CE біз тапқанымыз А турасына 3 бөлінген 2 болатын болса, неге себеп ол тең қабырғалы үшбұрыштың биіктігі, бисектрисасы және медианасы болатын болса, онда біз мына екеуін теңестіре аламыз да. Сонда 3R кіші тең А турасында 3 бөлінген 2. Мына жерде R тең пропорция бойынша 3 бізде бөліміне кетеді да. Сонда А турасында 3 бөлінген 6 болады. R кіші осыған тең болатын болса, онда бізде R үлкен неге тең? Яғни сырттай сызылған шеңбердің радиусы неге тең? R үлкен бізде тең 2R да. 2R-ға тең болатын болса, біз онда мынаны 2-ге көбейтеміз да. 2 көбейтілген А турасында 3. А турасында 3 бөлінген 6. 6 мен 2 бізде қысқарады. Сонда мына жерде 3
Сонда жауабы R үлкеннің жауабы бөлімінде 3 болады, ал мұнда А түбірастында 3 болады. Сонымен біз дейтін R кішімен, яғни іштей сызылған шеңбер мен сырттай сызылған шеңберді таптық. Тең қабырғалы үшбұрыштың. Бұл осы бүгінге осы. Қазір үй жұмысының номерлерін айтып жіберейін. Үй жұмысына беріледі 65, сосын 66-дан 74-ке дейін. Жақсы, 60, мына жерге бүйтіп жазып жіберейін. Үй жұмысы. Алпыс бестен 74-ке дейін. Бірақ ішінде біз шығарылған 67-ні алып тастайсыңдар. 74-ке дейін. Тек 67-ні алып тастайсыңдар, қалған бәрін шығарасыңдар. Осы үй жұмысы. Жақсы балдар, сау болыңыздар.